Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында панкейк дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық заттарымызды дайындап, ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен 1 пиала құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп, рецепті көре аласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі өте үлпілдек болып шығады. Мен сіздерге кеңес беремін дайындап көруге. Үстінен айранымызды құятын боламыз. Айранымыз бөлме температурасында жылы болып тұрған болу керек. Бір пиала айранымызды үстінен құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бәрін бірде салып жібермейміз. Осылай араластыра отырып, түйіршік болмау керек. Жақсылап араластырып, ұнды бөліп саламыз. Он міндетті түрде електен өткен болу керек. Сонда панкейктеріміз жақсы көтерілетін болады. Араластырып болғаннан кейін жарты шай қасықта ас содасын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болу керек. Енді жарты шай қасықта ас содасын салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа немесе 20 минутқа қалдыратын боламыз. Енді табамызға майымызды құйып, қызғанша күтеміз. Қызғаннан кейін панкейктерімізді қасықпен құйып шығамыз. Астыны бәсеңдетіп, қақпағын жауып пісіретін боламыз. Бір шеті қызарғаннан кейін екінші шетіне аударып, екінші шетінде қызартып пісіріп аламыз. Таңғы асқа немесе түскі асқа балдарға дайындап бергенге өте жақсы, тез тауысады, өте дәмді. Бір рет дайындасаңыздар, қайта дайындайтын боласыздар. Осы рецептпен істесеңіздер, міндетті түрде осылай үлпілдек болып, менікіне ұқсап шығатын болады. Егер рецепттерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдағандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да рецепттер шығаратын боламын. Міндетті түрде күтіңіздер.